Ассалаумалейкум. Қызылшадан жасалған дәмді салат дайындаймыз. Салат дәмді және дастарханда әдемі көрінеді. Керекті ингредиенттер: руккола жуып аламыз. Қызылша алдын ала пісіріп аламыз. Творожный сыр, грек жаңғағы алдын ала блендермен ұсақтап аламыз. Итальяндық приправа және чеснок, зәйтүн майы. Рукколаға туралған қызылшамызды саламыз. Әдемілеп орналастырамыз. Кейіннен оған творожный сырды осылай видеодағыдай қасықтап саламыз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін зәйтүн майын құямыз. Сарымсақты теркадан өткіземіз. Кейіннен итальяндық приправаны салып, жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Видеодағыдай салатымызға құямыз. Ең соңғы штрих грек жаңғағын саламыз. Грек жаңғағын алдын ала блендердің көмегімен ұсақтап алу қажет. Салатымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Зухра Алдияр.